Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемнің қазіргі тарихындағы кемеңгер тұлғасы десем қателеспеймін. Қазақ елін, қазақстандық мемлекеттілікті құрушы. Еліміздің тәуелсіздік алуынан бастап қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан игі істер тұңғыш президенттің бастамаларының нәтижесі. Ол оның бірегей тарихи рөлінің мағынасы да осында. Біздің мемлекет халықаралық мойындауға дейін тікенді жолдан өтті. Бүгінде Қазақстан халықаралық процестерге терең еніп, негізгі қаржы экономикалық институттарға кірді. Аймақтық интеграцияның танымал локомотиві болып табылады, жетекші халықаралық ұйымдардың мүшесі. Тіпті басқаларға мүмкін емес болып көрінген өрші жобаларға да ол өзіне сеніммен және күлімсірей жақындады. Қазақстанның жаңа астанасы осылай салынды. Бұл тапсырманың нақты орындалуына, жазық далада гүл қала болатындығына сенетіндер де аз болған. Алайда қазіргі таңда әсем қала Нұр-Сұлтан ауыз толтырып айтарлықтай ерекше келбетке енді. Қаланың ерекше көз тартатын зәулім ғимараттары да елбасының қаламсабының ұшынан бастау алған. Назарбаев президент болған жылдары тек Астана ғана емес, бүкіл ел салынды. Тәуелсіздік жылдарында біздің еліміз экономиканы түбегейлі реформалады. Бұл нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуын халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіне дәйекті интеграциялануды қамтамасыз етті. Қазақстан шетелдік инвестицияларды тарту бойынша әлемдегі көшбасшылардың біріне айналды. Отандық өндірістің өрлеу кезеңі жүріп жатыр және заманауи инновациялық технологиялар жасалуда. Сондай жобалардың бірі біздің қаламызда орналасқан ауыр машина жасау зауытында да жүргізіліп жатыр. Бұл мекеме мұнай және газ өндірісі үшін жабдықтар шығаратын Қазақстандағы ең ірі машина жасау кәсіпорындарының бірі саналады. Бүгінгі күні ПЗТМ-да 6 өндірістік қондырғы бар. Оларда 1500-ге жуық технологиялық жабдықтар орнатылған. 2016 жылы СКО кезекті іс-сапарында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев отандық қорғаныс өнеркәсібінің өндірістік мүмкіндіктері мен жоғары инновациялық әлеуеті көрсетілген әскери өнеркәсіптің көрмесін тамашалады. Көрменің қарау қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев Петропавл ауыр машина жасау зауытының әскери өндірістік кәсіпорындарының инженерлері мен дизайнерлерімен әңгімелесті. Шынымен де, Қазақстан Республикасын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевсыз елестету өте қиын. Оның ерен еңбегінің арқасында бұтағы берік, тамыры мықты, бәйтерек секілді бүгінде Қазақстанның тұғыры нық тұр. Ал біз болашақ ұрпақ қолында осы қазынаны сақтап, үздіксіз күш жігермен Қазақстанды жаңа әлемнің көшбасшыларының бірі болуына үлес қосу.